Selam dostlar. Bugün bize келіншекке, мен алдым келіншекке толығырақ шерді біздің каналыма салып қойған болатын. Ал біз бүгін сол шерткен келіншеккеміздің бірінші қатарын үйренетін боламыз. Ал бірінші қатарын үйренбес алдын домбырамыздың құлағын келтіріп аламыз. Мен дәл осылай келтіріп алдым. Ал келесіде мен сізге қазір домбырамен келіншеккенің бірінші қатарын шертемін. Келіншекке бізде бірнеше қатарға бөлінеді. Мен сіздерге жеке-жеке видео салып, бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар деп үйретіп кетемін. Сондықтан сіздер менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратып отыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда белсенді отыруларыңызды сұраймын, өтініш сіздерден. Ал біз домбырамен, келіншеккемен кішкене болсын танысып алған болсақ, бірге шертейік. Ал қазір мен осы жерлерге жазып отырамын, қалай шертіледі жазып отырмын да. Ал сіздер осы жерде мен осылай шерткен кезде мен сөйлемес үшін осы жерге жазамын. Ал сіздер соған тоқтатып болсын сойларды оқып осы жерде қалай шертілетінін көрсетесіздер. Әрине мен шертіп болғаннан кейін тағы сіздерге өзім түсіндіремін. Сол кезде түсініп алуға да тырысыңыздар. Мен келіншеккенің бірінші қатарын шертіп болдым, және де келіншек қатарының бірінші қатары да сондай өте әдемі, күшті дауыс береді. Сондықтан біз бірінші қатарын шертіп болды. Енді оларды қалай шертеміз және қалай үйренеміз деген сұрақтар болады. Оны мен сіздерге қазір өзім түсіндіремін, қалай шерту керектігін. Ал сіздер одан түсінбесеңіздер, мен видеоның соңында бұл жерге мен нотасын қалдырам. Менде сандық нота, мен сол сандық нотаны сіздерге осы жерге жазып қоямын. Ал қазір біз бұл жерде өзіміз үйренетін боламыз келіншеккенің қатарын қалай шертіледі бірінші қатар. Осылай 3-те 4-ті ұстайсыздар астыға, үстіге астыға тез істейсіздер. Дәл осылай 3 рет істейсіздер. Деп 3 рет істейсіздер. Ал төмен тек осылай 1 рет істейсіздер. Басындағыны осылай. Дәл осылай істейсіздер да. Сосын сразу осы бірге алысасыздар да жоғарыға қарай шертесіздер 1 рет. Қайттан 4-те 3-ке келіп, астыға 1 рет шертесіздер да. 4-те 4-ке осылай саусағымызды ауыстырамыз. Мен екінші саусақпен ұстап тұрмын, сіздерге екінші саусақпен ұстауларыңыз керек. Себебі біз қазір осылай алысқан кезде сіздер қолдарыңыз сразу үлгеру керек. Соған орай біз осылай ұстаймыз. Және де бұл жерде біз осылай істейміз. Жоғарыға 2 рет істейміз. Астыға 1 рет. Осылай. Байқасаңыздар, қараңыздар. 2 рет істейміз. Мен осылай жоғарыға 2 рет, осылай жаңағы істедім ғой деп тағы 3 рет істейміз. Ол былай қараңыздар. Жаңа қараңыздар, осылай и жоқ.
осыны істеген кезде осылай үстіге астыға осылай 2 рет істейді екенсіздер. Деп 2 рет істейсіздер тезірек. Ал одан кейін үстіге тоже 2 рет. Осылай 2 рет істегеннен кейін осылай істейсіздер. Осылай көп айттым ба? Короче, былай. Осылай. Дәл осылай қайталайсыздар. Одан кейін осылай жеткеннен кейін тағы да осы бірге қайтып келіп үстіге жоғарыға қарай шетесіздер. Қайттан біріншісін қайталаймыз. Тағы да бірге барып үстіге қарай жетеміз. Сосын астыға бөледі. Төртте үстіге бөледі. 4-те 6-да осылай істейсіздер. Деп істейсіздер. Соның бәрін қосқанда бізде осындай дауыс шығу керек. Дәл осындай дауыс шығу керек. Ал қазір менің айтқанымда сразу қағып ала алмайсыздар, конечно. Себебі оны менің видеоны қайта қосып тоқтатып істей алмайсыздар ғой. Сондықтан мен осы жерге сандық нотаны қалдырып кететін боламын. Бұл жерде сіздерге тек мен түсіндірдім. Ал сіздер сандық нотаға қарап, сіздер өздеріңіз осылай ұстап шетесіздер. Бұл жерде тек бірінші қатарында осындай нелер келеді, ұстаулар. Мысалы, 4 қасында Б келсе, Б дегеніміз ол бізде үстіңгі шекті осылай ұстау деген сөз. Ал астыңғы шекте қасында Б деген ондай әріптер жоқ болады. Осылай ұстайсыздар. 4-те Б астында 3 сан тұрса осылай істейсіздер. Және де 1 мен 0 тұрса осылай істейсіздер, астыңғы шек. Ал одан кейін 4-те Б астында 6 тұрса осылай істейсіздер. Тек осындай ұстаулар келеді бірінші қатарында. Сіздер мысалы домбыраны бірінші рет үйреніп жатқан болсаңыздар, сіздер пернелерді қалай ұстау керектігін білмейсіздер. Мен сондықтан көрсетіп отырмын. Ал сіздер домбыраны 0-ден бастап үйренгілеріңіз келсе, мен бүгін немесе ертең бір видео саламын. 0-ден бастап үйренуге домбыраны. Соны сіздер соңына дейін қарап үйрене аласыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздер де маған қолдау білдіріп, өздеріңіздің қаншалықты белсенді екендеріңізді көрсетсеңіздер, өтініш. Сол менің айтарым, сіздерге сау болыңыздар. Келесі кездескенше мен сіздерді жақсы көремін.